Бүгін көз бұлшықтануының емі жайында айтамыз. Каналға тіркеліп, лайк басып кет. Керекті заттар: 2 дана ватный диск, 200 мл қайнаған жылы су және де левомицетин көзге арналған 0,25% каплясы керек болады. Сонымен қатар үйде болса тетрациклиннің 1% мазын алсаңыздар болады. Ең алдымен дискімізді алып, жақсылап жылы суға малып, жақсылап қысып алып, баланың басын мойын бөлігінен фиксация жасап, көтеріп, көздің сыртқы бөлігінен ішкі бөлігіне қарай сүртеміз. Сыртқы бөлігінен ішкі бөлігіне қарай бір бағытта сүртіледі. Тура солай екінші көзбен, бір көзге қолданылған ватный дискті келесі көзге қолданбаймыз, тастаймыз, бірақ рет қолданылады. Келесі бізге керек нәрсе: левомицетиннің 0,25% капля для глазын аламыз да, баланың басына жақсылап фиксация жасап, бір көзге бір тамшыдан тамызып, екі көзге де тамызып, осылай таңертең кешке қайталауға болады. Ұзақтығы 7 күнге дейін тағайындаймыз. Бұл антибактериальный көзге арналған тамшы. Келесі бізге керек нәрсе: біреуін қолдансаңыздар болады. Тетрациклин мазының 1% мазы. Бұл мазды төменгі қабақты ашып тұрып жағамыз. Екі көзге бірдей таңертең және де кешке қайталасаңыздар болады. Ұзақтығы 7 күн. Осылай көз бұлшықтануын емдей аламыз. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа, және де өз комментарийіңді қалдар. Сіздермен бірге Динара Сапаралы.